Нөл санының ағылшын тілінде бірнеше аудармалар бар. Қазір сол аудармаларын қарастырайық. Бірінші және ең жиі қолданылатын аудармасы ол zero. Оны бөлшек сандарды айтқан кезде де, санаған кезде де және телефон нөмірін айтқан кезде де қолданамыз. Мысалы, 0,1 0.1. Екінші жиі кездесетін аудармасы ол O. Оны бөлме нөмірін айтқанда, автобус нөмірлерін айтқанда және телефон нөмірлерін айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, 508 бөлме room number 508. Үшінші аудармасы not. Ол британдық ағылшын тілінде ғана қолданылады. Ондық бөлшек сандарда және телефон нөмірін айтқан кезде де not сөзі пайдаланылады. Ал төртінші аудармасы спорттағы қолданысы. Спортта есепті айтқан кезде nil саны қолданылады. Мысалы, есеп 3-0 болды. 3-0. Ал бесінші аудармасы теннис ойынында. Онда love деп аталады. Ол француз тілінен енген сөз love деген сөзден ағылшын тіліне ауысып кеткен. Сонда есеп 20-0 болды деген the score was 20-love.